Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздерді Edusер онлайнның биология пәніндегі сабақтарында көргеніме қуаныштымын. Оқушылар, сіздермен кішкене ғана танысып өтейік. Есімім Тұрдалы Аяжан Манарбекқызы. Осы Edusер онлайнның биология пәні мұғалімімін. Евразия ұлттық университетінің түлегімін. Бакалавр, магистратураны осы университетте оқыдым. Ұлттық тестілеу орталығының сарапшысымын және 6 жылдық тәжірибесі бар ОБТ экспертімін. Бүгінгі таңда ОБТ биологиясы атты оқу әдістемелік құралдың авторымын. Сондай-ақ шағын ғана жетістігім 2024-2025 жылы оқу жылдарында Астана қаласы биология пән мұғалімдерінің олимпиадасының 1-ші орын иегерімін. Жалпы бүгінгі таңда мен Edusер онлайнда биология мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Білеміз, барлығымыз 2024-2025 оқу жылында Edusер онлайн ең алғаш болып ОБТ-ның 3-ші күнінде 140 балды шығарған болатын. Сіздер де осы жылы осындай биік жоғарғы дәрежеге жеткіңіз келсе, сіздерді бірге дайындалуға шақырамын. Қазір біз сіздермен биология пәніндегі көптеген оқушылар қиналатын, шатасатын күрделі тақырыптар бойынша сабақ өтетін боламыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші сабағымыз бұл бұлшықет миофибрилаларының құрылысы мен қызметі деген тақырыпты алдым. Өйткені жалпы бұл тақырып қозғалыс деген тараудың ішінде кездеседі. Оқушылардың арасында бұлшықеттің түрлері, олар қалай қимыл қозғалыс жасайды, бұлшықеттің молекулалық құрылысы неден тұрады деген сияқты сұрақтар өте көп келеді. Және бұл тақырыптан да тест тапсырмалары бар. Сол себептен осы тақырыпты бірге бастайық. Ал қараңыздар. Сіздердің алдарыңызда суретте бұлшықеттің жасушасы берілген. Бұлшықет жасушасын біз миоцит деп айтамыз. Мұнда жазып қойайыншы, миоцит. Енді жалпы бұлшықет ұлпасын білеміз. Жалпы бұлшықеттің қызметі ол денені қимыл қозғалысқа келтіру. Бұлшықеттің ең басты негізгі қасиеті ол жиырылу, жазылу арқылы ағзаны толыққанды қимыл қозғалысқа келтіру. Осы жерде сіздердің алдарыңызда бұлшықеттің, көлденең жолақты бұлшықеттің жасушасы беріліп тұр. Ол миоцит. Неге көлденең жолақты? Біз бұлшықеттің бойындағы көлденең сызықтары бойынша да анықтай аламыз. Ол көлденең жолақты бұлшықет екенін. Және көлденең жолақты бұлшықеттер адамның қаңқа бұлшықеттерінде кездеседі. Яғни еркін қимыл қозғалыс жасай алатын дене мүшелерінде осы көлденең жолақты бұлшықеттер болады. Және жүректің өзіне тән ерекше бұлшықеті бар. Ол да көлденең жолақты бұлшықеттерден тұрады екен. Жалпы миоциттің құрылысы берілген. Миоцит ол бұлшықеттің жасушасы. Ал біз білеміз, кез келген жасушаның сыртында қабығы болады, мембранасы болады, оның ішіндегі сұйықтығы болады, цитоплазмасы, органоидтары бар деген сияқты. Осы жерді шағын түрде қысқаша айтып өтейік. Қараңыздар, бұл миоцит бұлшықеттің жасушасы. Оның сыртында мембранасы болады. Оны біз сарколема дейміз. Яғни сарколема эластинді қозуға, қозғалуға қабілетті бұлшықеттің сыртқы мембранасы. Енді осы сарколеманың ішін толтырып тұратын бұлшықет жасушасының ішіндегі сұйықтықты біз саркоплазма деп атаймыз. Яғни ол цитоплазма деген сөзге ұқсайды, бір қарағанда. Яғни ол бұлшықеттің ішіндегі сұйықтығы, саркоплазма. Сонымен қатар бұлшықеттің өзінің ішінде ядролары болады. Митохондрия деген органоиды бар. Бұлшықеттің митохондриясын біз саркосома деп атаймыз. Ол да негізінен энергетикалық көз, яғни АТФ синтездеу арқылы энергия беру қызметін атқарады. Сонымен қатар осы бұлшықеттің ішкі мембранасын астарлап жататын, немесе ішкі мембранасын толық аудан алып жататын цистерналардан тұратын кешен бар. Біз оны саркоплазмалық ретикулум дейміз. Яғни қарасаңыздар, бұлшықет жасушасында да басқа жасушалар сияқты өзіне тән органоидтары, құрылымдары бар. Енді біз назарға аудару қажет ең негізгі бөлім ол бұлшықет талшығы. Яғни қарасаңыздар, миоциттің ішінде бірнеше бұлшықет талшығы орналасқан. Бұлшықет талшығын біз миофибрилалар деп атаймыз. Мінекей мына миофибрила. Енді кез келген миоциттің ішінде мыңдаған миофибрилалар кездеседі. Біз бүгінгі сабақта осы миофибриланың құрылысына
тоқталамыз. Сол себептен жалпы миоцит туралы мен шағын түрде айтып өттім. Енді миоцит пен миофибриланың айырмашылығы бар. Миоцит ол бұлшықет жасушасы, оның өзіне тән жасуша мембранасы бар, органоидтары бар, ол кәдімгі жасушаның қызметін атқарып тұр. Ал миофибрила ол бұлшықет, толық бұлшықетті құрайтын бұлшықеттің талшығының құрылысы деген сөз. Яғни бұлшықет талшығы қандай құрылымдардан тұрады, оның құрамында қандай нәруыздар бар деген сияқты біз осы бүгінгі сабақта сіздермен миофибриланың құрылысына тоқталатын боламыз. Енді миофибрилалар бұл бұлшықет талшығының жиырылу аппараты. Біз соны миофибрилалар деп атаймыз. Енді миофибрилалар ол бірнеше протофибрилалардың жиынтығынан тұрады. Немесе сіздерде 10 сыныптың материалы бойынша кез келген миофибрила 2500 протофибрилалардың жиынтығынан тұрады дейді. Бұл протофибрила дегеніміз не ол? Ол бізге миозин мен актин нәруызының жиынтығынан тұратын кешен деген сөз. Яғни қарасаңыздар, мұнда толық миоцит, яғни бұлшықеттің жасушасы берілгенде, біз соның ішіндегі бөлек бір бұлшықет талшығының жиырылу аппараты мынау миофибрилаға тоқталатын боламыз. Енді миозин мен актиннің қызметін білеміз, ол бұлшықетті тікелей жиыру және жазу қызметін атқаратын нәруыздар, бірақ кез келген бұлшықетте естеріңізде болсын, миозиннің саны басым болады актинге қарағанда. Өйткені бұлшықеттің жиырылу қызметін бірінші миозин бастайды. Миозин актинмен байланыс құра отырып, актинді өзіне тарту арқылы нәтижесінде бұлшықет жиырылады және босаңсиды, жазылады деген процестер осының нәтижесінде жүзеге асады. Мысалға, егер 1 килограмм бұлшықетте 200 граммдай нәруыз болатын болса, соның 100 граммдай мөлшері миозинге тиесілі, 30 граммдай мөлшері ол актиннің үлесіне тиесілі екен. Осыдан да біз біле аламыз миозиннің саны басым екендігін. Енді қазір біз сіздермен осы миофибрилалардың мына бір өсіндісін үлкейтіп, оның ішкі құрылымдарына тоқталатын боламыз. Неге? Өйткені көлденең жолақты бұлшықетте айтып тұрмыз, көлденең сызықтары бар. Яғни осы бұлшықетте көлденеңнен бөліп тұратын сызықтар арнайы бірінен кейін бірі ретті келіп отыратын мынадай дисклерден тұрады. Біз сол дисклердің құрылымына тоқталатын боламыз. Оған дейін қараңыздаршы, мына жерде мынаны еске салып өтейін. Мынау бізде бір миофибриланың құрылымы. Бұл миофибрила, жаңа айттым, ол протофибрилалардан тұрады, яғни актин мен миозиннен. Мында қызыл түспен, мына ортада міне қызыл түспен жуан болып берілген мына құрылымдар дәл ортада. Ол бізде миозин нәруыздары. Міне мынау ортада тұрғандар бұл миозиндер. Ал оның жанында жіңішке мынау көкшіл сызықтармен беріліп тұр ғой, көк түсті болып. Міне бұлар бізде жіңішке жіпшелер, бұлар актиннің жіпшелері. Байқасаңыздар, кез келген миофибрила актин, миозиннің кезекпе-кезек ауысып отыратын реттілігінен тұрады екен. Енді оның толыққанды құрылымына өтейік. Жаңа айтып өттім, протофибрилалар бірінен кейін бірі орналасатын диск жүйелерінен тұрады. Ол қандай жүйе? Ал қараңыздар. Егер миофибриланың құрылысына қарайтын болсақ, микроскоппен қарағанда күңгірт түске ие, яғни қоңырқай, қызыл түсті болып көрініп тұратын анизотропты аймақ болады. Ол аймақты біз А диск деп атаймыз. Вот қараңыздар. Мына жерде мынаны мен былайынан бөліп көрсетемін. Міне осы аралық бізде А диск. Немесе мына жерге жазылып тұр, міне А диск. Яғни А диск дегеніміз ол қоңырқай қызыл түске ие, немесе күңгірт түсті деп береді сіздерде. Анизотрофты, яғни ерекше көзге түсетін аймақ, және А дисктің ішінде, естеріңізде болсын, миозин мен актиннің жиынтығы бірге болады. Яғни А диск ол миозиннен де актиннен де тұратын жүйе деген сөз. Әрине миозин дәл ортасында болады, актиндар оның шеттерінде болады. Мына суреттен көріп тұрғандай, мынау бізде актиннің жіпшелері, мынау ортада тұрған бізде миозиннің талшықтары, жіпшелері. Енді осы А дисктің дәл ортасындағы, мін қараңыздар, дәл ортасындағы тек миозиннен ғана тұратын, актині мүлдем кездеспейтін осы аралықты, міне, біз H зона дейміз, немесе H диск, немесе қазақша кәдімгі Н деген әріпке ұқсайтын аймақ. Яғни бұл N деген аймақ бізде тек А дисктің қақ ортасындағы миозиннен ғана тұратын аймақ деген сөз. Бұл учаскеге актиннің талшықтары кірмейді.
түсінікті ғой. Енді осы H дисктің дәл ортасында бір ұзын сызықты тізбек орналасады. Міне, дәл ортадан бүйтіп бөліп тұратын ұзын жіңішке сызықтық жүйе. Біз оны M сызығы деп атайтын. M line деп тұр. M сызығы дегеніміз не ол? Ол, жаңа мен айтып өттім, бұлшықет жиырылған кезде миозин актиндерді өзіне тарта отырып, миозин жиырылады. Сонда миозин жиырылған кезде ол өзін толыққанды ішке қарай бүгіп, жиырып, ортада тек миозиннің бір ғана ұзын сызықты бір сызығы қалып қояды. Сол сызықты біз M сызық дейміз. Яғни ол миозиннің дәл ортасындағы аймағы деген сөз. Ол H дисктің дәл ортасында болады. Соны біз M сызығы деп атаймыз. Енді A дисктің екі шетінде қарасақ, бізде I диск дейтін аймақ бар. Енді қараңыздар. Жалпы I диск дегеніміз ол тек қана актиннен ғана тұратын аймақ. Мінекеймін. Актиннен ғана тұратын аймақ. Байқасаңыздар, тек көк түсі сызықтарды ғана көріп тұрмыз. Ол көк түсі сызықтар бізде, мына аралық қой, мына жерді былай көрсетейінші. Мынау бізде I дисктің учаскасы деген сөз. Тек актиннің жіңішке жіпшелерінен ғана тұратын аймақ. Және осы I дисктің дәл ортасында кәдімгі Z, мынандай зигзаг құрылымға ие Z сызығы өтеді. Міне. Z диск ол дәл I дисктің ортасынан өтеді. Және осы жерде осы екі мынау Z дискісі бар ғой, мына жерде тұр бір Z дискісі, и мында тұр, Z дискісі. Осы екі Z дискісінің арасындағы участокты біз саркомер деп атаймыз. Міне, саркомер. Яғни, бұл мынандай ұғымды білдіреді. Яғни, кез келген микрофиламенттің құрамында осындай дискілер бірінен кейін бірі кезектесіп орналасып, осындай саркомерлік жүйені түзеді да. Яғни, саркомерлер осындай кезекпе-кезек орналасу арқылы кез келген көлденең жолақты бұлшықеттегі көлденең сызықтарды қалыптастырады деген сөз. Яғни, саркомерлердің екі шетіндегі екі қабырғасы көбінесе I дискпен шектеліп тұрады да. Өйткені I дисктің қақ ортасында бізде Z деген сызық өтеді. Кәдімгі андай зигзаг сызық. Сол себептен кейде ол осындай сұрақпен де кездесіп жатады сіздерде. Саркомерлер екі шеті арқылы бірігетін диск түрі, яғни ол бізде I диск. Және де саркомерлердің шекарасын анықтайтын аймақ осы I дисктің дәл ортасындағы Z сызықпен шектеледі. Яғни мына бір Z диск пен екінші Z дисктің аралығы бізде саркомер деп аталады. Мына аралық пен мына аралықты айтамыз. Түсінікті ғой? Және осы саркомерлік жүйелер кезекпе-кезек кездесуі нәтижесінен бізде бұлшықетте көлденең сызықтар қалыптасады екен. Және осы жерде тағы бір айтып өтетін жағдай, бізде осы A дисктің дәл ортасында орналасқан миозин жиырылады да, ол актиннің жіпшелерін өзіне байланыстыра отырып, ішке қарай тартады. Сол кезде бұлшықет жиырылады. Яғни бәрібір жиыруда ең негізгі рөлді атқарып тұрған ол бізде миозин жіпшелері екен. Жалпы осымен сіздерге именно миофибриланың құрылысына байланысты көп оқушылар шатасатын ақпарат туралы айтып өттік. Енді сабақты қорытындылайтын болсақ, жалпы оқушылар сіздерге кішігірім мотивация болсын, бүгінгі жетістіктерің ол сенің күшіңнің дәлелі. Әр қадам сайын жақсарып бара жатырсың, оған сенемін, және біз барлық команда болып сенеміз. Оқушылар қазірден осындай ақпараттарды жүйелі, дұрыс қайталап дайындалу арқылы сіз ұбт-да өзіңіз қалаған балға жете аласыз.